Функция және оның графигі. Функция бір айнымалыға басқа бір айнымалының бір мәнін сәйкес қоятын тәуелділік. Басқаша айтқанда, бізге y-тен kx қосылған c деген функция берілсе, осы жердегі y пен x айнымалылар. Демек, x-тің мәнін ауыстыра отырып, y-тің де мәнін өзгертуге болады. Және айтып кеткендей, арасында тәуелділік бар. Бұл тәуелділікті нақтырақ көрсететін болсақ, y-тен 2x қосылған 3 деген функциясын қарастырайық. Оны қарастыру үшін ең алдымен кестені сызып алайық. Кейін осы жерге x-тің мүмкін мәндерін жазайық. X 0-ге тең болғанда, енді осы 0 мәнін функцияның өзіне апарып қойсақ, демек 2-ге көбейтіп 3-ті қоссақ, y-тің мәнін алуға болады. Ол 3-ке тең. X 1 болғанда, y 5-ке тең. X 2 болғанда, y 7-ге тең. Және тағысын тағы. Осыдан бізде екі айнымалының мәндерінің жүйесін алуға болады. Оларды график түрінде көрсетуге де болады. Бірақ алдымен координаттар жүйесін құру керек. Ол көбінесе екі осьтен тұрады. X және Y. Сәйкесінше аттары абсцисса мен ордината. Осы екі осьтің бойында санақ жүйесін сызып, есте сақтаңдар, аралары ылғи бірдей болу керек. Алынған мәндерді координата ретінде орналастыра бастайық. Біздің ең алғаш мәніміз, демек x тең 0, y тең 3. Ол 0 де 3 деген координатасын береді. Абсцисса осінде 0 деген санды, ордината осінен 3 деген санды тауып алып, екі жері қиылысатын жерге нүкте қойыңдар. Кейінгі координатамыз 1 де 5, одан кейін 2 де 7, 3 де 9, 4 де 11 және тағы да басқалары. Осындай шексіз көп мәндердің жиынтығын біріктіру арқылы біз y тең 2x қосу 3 деген функцияның графигін ала аламыз. Бұл функцияны сызықтық функция деп атайды, себебі оның графигі сызыққа ұқсайды. Дегенмен бұл функциялардың ең қарапайым түрлеріне жатады. Оның басқа да түрлері бар. Мысал ретінде параболаны қарастыруға болады. Бұл квадраттық функцияның графигі, демек y тең x квадрат деген функцияның графигі болып табылады. Тағы басқа мысал, ол y тең x куб, демек кубтық функцияның графигі. Ол кубтық парабола деп аталады. Тағы да бір мысал, y тең 1 бөлінген x функциясының графигі болып табылады. Оның аты гипербола. Дегенмен де осы 4 функциямен ғана шектелмейді. Функциялардың саны түрі өте көп. Олардың қиындықтары да ерекше болып келеді. Олардың ерекшелігіне байланысты, айнымалыларына, қиындығына және түрлеріне байланысты олардың графикалық сипаттамасы, демек графигі да алуан түрлі болады.